Пропаганда. Бұл сөзді білмейтін адам жоқ шығар. Біздің елде бәрі керемет, жастар жұмыспен қамтылған. Тоқаев краш деген секілді лозунгтарды естіп жүрміз. Мемлекеттің саясатын жастарға үгіттеу үшін 213 миллион теңге бөлінді десем сенесің бе? Қазір тендер туралы толық айтамын. Саясаттан мүлде хабар жоқ досыңа жібер. Пропаганда туралы біраз ақпарат айтылып, арнаға да тіркеле сал. Ақшаң болса қалтаңда, қалтаңда. Ел президенті Қазақстан жастарына қандай кеңес берді деген жаңалық жариялайтын сайтты дамытуға 182 миллион теңге қарастырылған. Бұл ақшаға алдымен 360 беттік Қазақстан жастары ұлттық баяндамасы жасалады. Баяндаманы ғылыми дәрежесі бар 5 отандық сарапшы жасайды екен. Бұл қызметтерден бөлек орталық қызметкерлері 2 рет жаппай социологиялық зерттеу жүргізуі тиіс. Біріншісі, жастардың әлеуметтік экономикалық жағдайын, әл-ауқатын зерттеу. Екіншісі, жастардың көші-қонының себебін анықтау. 2 сауалнамада 2000 респондентті қамтуы керек. Жастардың жұмыспен қамту, қазақстандықтар арасында мемлекеттік саясат іске асыру және насихаттау мәселелері талқыланатын 6 семинар өткізіледі. Сонымен қатар орталықтың ресми сайтын жүргізіп, контент толтырып, ақпаратты үнемі жаңартып отыруы қажет. Мәдениет министрлігі әлеуметтік желіде мемлекеттік жастар саясатын ақпараттық қолдауға бағытталған жастар лайв жобасын жүзеге асыру үшін ғылыми орталықпен 30 миллион теңгеге тағы бір келісімшартқа отырды. Орталық қызметкерлері айына кеміне 30 ақпараттық материалды порталға жариялап, әлеуметтік желіде орналастыру үшін 20 бейнені түсіреді. Сондай-ақ блогерлер, депутаттар, кәсіпкерлер, қоғамдық пікір лидерлері қатысуымен 10 подкаст жасауы керек. Интернет бақ пен телеарналарда жариялау үшін 15 материал дайындау қажет тағы. Дегенмен мынаны қара, ұйымның әлеуметтік желісі аздап күмән келтіреді. Мысалы, Инстаграмда жобаның 10500 оқырманы бар, бірақ лайк саны көп болса 29-ға жетеді. Facebook желісінде де жағдай осындай. Аккаунтта 839 жазылушы бар, бірақ жобалардың астында мүлдем пікір де, лайк та жоқ. YouTube арнасы 166 жазылушысы бар, ал орташа есеппен бейнелер 20-30 рет қаралады. Осының барлығы орталық контентті дамыту мен насихаттауға көзбояушылық жасау үшін әлеуметтік желідегі жазушылар санын көбейтті деп болжауға болады, бірақ олай да емес екен. Қазір төменге сілтеме қалдырамын, материалмен толық танысып шық. Шынайы және тексерілген деректі бізден оқы.